Сәуірдің 12-сі православ христиандары айтулы мереке Пасха мейрамын атап өтті. Мерекенің әр жылы күндер өзгеріп отырса да, әрдайым жексенбі күніне тұспа-тұс келеді екен. Пасханы православтар сенбіден жексенбіге қараған түні шіркеуде Құдайға құлшылық етуден бастайды. Бүгінгі таңда елімізде ұлттар мен ұлыстардың арасында бейбітшілік орнаған заманда әр халықтың ділі мен дініне құрметпен қаралады. Өйткені көп ұлтты Қазақстанда ол жағынан ешқандай шектеу қойылмаған. Пасха мейрамымен құттықтауға келген қала басшысы Марат Тасмағамбетов те халық арасындағы татулықтың маңыздылығына тоқталды. Именно в нашей стране был создан уникальный институт Ассамблея народа Казахстана как гарант духовного единства, укрепления и сохранения дружбы народов. Примечательно, что мы отмечаем Пасху в преддверии праздника единства народа Казахстана. Православная вера, духовные традиции христианства стали неотъемлемой частью общей истории и культурного наследия. Шіркей басшысы Сергей Акейде жалпақ жұртты Пасха мейрамымен құттықтай келе, қала басшылығына үнемі назардан тыс қалдырмайтындар үшін ризашылығын жеткізді. Нам известно, как вы трудились на прежнем месте, и надеемся, что и наш город вы полюбите и приложите также максимум усилий, чтобы наш город стал комфортным для проживания петропавловцев, стал еще краше. Мы видим всегда транспаранты «Петропавловск – город мира». И мы здесь постараемся, православные христиане, приложить к этому максимум внимания, чтобы у нас был мир, согласие и трудолюбие. Шіркеуге түнде құлшылық жасауға келгендердің қатары көп болды. Айта кету керек, жастардың да қарасы қалың. Барлығы отбасының амандығын тілей келген. Еліміздегі бейбітшілік те ұзағынан болсын дейді халық. Это самый главный праздник в году. Мы ждем его целый год. Поздравляю всех с праздником, желаю всем здоровья, благополучия, любви, дружбы, всего-всего самого хорошего в этот день и вообще на весь год. Мы пришли в этот великий праздник у православных людей, можно сказать, самый великий. Поставили свечку за здравие родных и близких. Поздравляем всех православных людей области с праздником. Я пришла в эту церковь первый раз на ночную службу, поставить свечку за здравие, за родных и близких. Мы каждый год приходим в церковь. Это очень важный праздник для каждого верующего человека. Мы сами верующие крещенные люди и сына приучаем к этому. Будь у нас верующий человек. Салтанатты құлшылық ету шарасы таң атқанша созылды. Ал жексенбі күні православ христиандары бір-бірінің шаңырақтарына барып Пасхамен құттықтап жатты.